Сәлем достар, сіздермен Табыскер ТВ арнасы. Жалақыңызды алмай тұрып жұмсайсыз. Ақшаны үнемдеп, қарыздан құтылуды үйренгіңіз келеді. Сиқырлы қаржылық таяқша жоқ, бірақ бірнеше қарапайым кеңестер бюджетті бақылауға алуға және кез келген нәрсеге ақшаны үнемдеуге көмектеседі. Енді үнемдеу неліктен маңызды екендігі туралы кейбір фактілер келтіре кетейін. Жинақтау қауіпсіздік торы. Көбірек ақша қалдыру, қосымша қаржылық еркіндік алуды, тұрмыстық жағдайды жақсартуды білдіреді. Үнемдеу бұл сіздің балаларыңыздың болашағы деп біліңіз. Ақшаны үнемдеу қиын ба? Олар көзге көрінбейтін дүниелерге кетіп жатыр. Табысыңыздың қайда кетіп жатқанын нақты түсінбейінше бір тиын үнемдей алмайтыныңызды біліңіз. Ақша үнемдеу, оны жұмсау сияқты қызық емес, бірақ мүмкін емес ештеңе жоқ. Қаржы сарапшылары тұжырымдары басылық бюджеттің алтын ережелерін және ақша үнемдеуді қалай бастауға және адаспауға болатындығын түсінуге көмектеседі. Ал енді біз кез келген жағдайда ақшаны үнемдеудің құпиялары мен жолдарын қарастырамыз. Бірінші құпия – шығындарды қадағалау. Шығындарыңыз туралы білмейтін болсаңыз, ақшаны қайда сақтауды және қайда қоюды қалай шешесіз? Excel электрондық кестесін жүктеп алыңыз. Оны қажеттіліктеріңізге сай оңтайландырыңыз және шығындарыңызды кешіктірмей жазуды бастаңыз. Электрондық кестелерді ұнатпасаңыз, блокнот алыңыз. Қаржылық есеп бағдарламаларын орнатыңыз. Әдеттегі айдағы шығындарыңыздың нақты бейнесін алғаннан кейін проблемалық аймақтарды анықтауға болады. Қанша ақша үнемдеуге болады және қандай маңызды емес сатып алуларды қысқартуға болады. Бірнеше аптадан кейін анық білетін боласыз. Маңызды нәрсе. Бір қарағанда, сіз бәрін білетіндіктен барлық шығындарыңызды жазып алу ақымақтық болып көрінуі мүмкін. Бірақ сіздің қаржылық статистикаңыз 1-2 күн емес, 1 ай бойы көз алдыңызда тұрғанда белгілі бір нәрселерге жұмсаған сомаға таң қалуыңыз мүмкін. Бұл сізге қайда көбірек жұмсайтыныңызды және нені үнемдеу керектігін анықтауға көмектеседі. Ақырында бір күнде бұл ұсақ-түйек болуы мүмкін. Осылай күнде ұсақ-түйектен бір айда ол жаңа тоңазышқа немесе теледидарға жететіндей ақша шығыны болуы мүмкін. Сіз де барлық шығындарды жазып бастасаңыз, осыған көзіңіз жетіп, таң қалатыныңыз сөзсіз. Сол үшін де міндетті түрде қолданыңыз. Негізгі бюджеттік принциптер. Бірінші, жоспар құру. Мақсаттарыңызды нақты анықтаңыз және барлық элементтерді аяқтау үшін нақты мерзімдерді белгілеңіз. Тек қара күндерге ақша үнемдеу психологиялық мағынада жоғалту стратегиясы болып табылады. Адамдарға міндетті түрде түртетін күш немесе мотивация керек. Адамдар солай жаратылған. Алда көптен күткен арман, пәтер, көлік немесе сіз үшін маңызды нәрсе тұрса, үнемдеу оңайырақ болады. Мақсаттар өте әртүрлі болуы мүмкін. Көптен жоспарланған жаңа теледидар сатып алудан бастап, бала кезіңізден көргіңіз келетін елге саяхатқа дейін. Егер ол сізді шынымен шабыттандырса, тамаша болады. Сіздің мақсатыңыз мүмкіндігінше нақты болу керек. Яғни абстрактілі жақсы теледидар емес, нақты модель немесе белгілі бір нақты белгіленген елге сапар, баруға жоспарланған жерлер. Ұзақ және қысқа мерзім мақсаттар қойыңыз. Айына қанша ақша жинау керек екенін есептеп, жоспарыңызды орындаңыз. Табысты бизнесмен Стивен Фобияның тәжірибесіне сеніңіз. Мақсаттарға жетудің нақты жоспары болмаса, бұл таза қиял. Екінші принцип – бюджеттің негізгі қағидасы. Қажеттіліктер мен бір затқа деген ынтаңызды анықтаңыз. Айырмашылықты түсініңіз. Айтуға оңай әрине, бірақ келесі бір затты сатып алмас бұрын үзіліс жасауды ережеге айналдырыңыз. Бірнеше күн бойы өз ойларыңызбен ұйықтаңыз. Әсіресе зерттеулер көрсеткендей, сатып алуды күту рахаты сатып алғаннан кейінгіге қарағанда әлде қайда жоғары. Яғни алғалы жатқан заттың қажетті екеніне немесе қажетсіз екеніне көз жеткізе аласыз. Үшінші принцип – кейде өзіңізді еркелетіңіз. Үнемділік пен сараңдықтың айырмашылығы аштық жариялау мен дұрыс тамақтану арасындағы айырмашылықпен бірдей. Енді келесі кезекте екінші құпия бұл алдымен өзіңізге төлеңіз. Сіз бұл сөйлемді бірнеше рет естіген шығарсыз. Бұл принцип жұмыс істейді. Өзіңізге төлеу дегеніміз
Табысыңыздың белгілі бір бөлігін депозитке, жеке шотқа салу немесе жай ғана конвертке ақша салу. Бірақ айдың соңында тек барлық шығындардан кейін қалған жалақыңыздан жинаймын деу басым көпшілігі жіберетін үлкен қателік болып табылады. Сіз электр қуатына, басқа шоттарға, кабельдік теледидар мен телефонға төлегендей өз шотыңызға салуды ойлауыңыз керек. Сіз не істесеңіз де, жинақ шотыңызға осылай міндетті төлем ретінде қарау керек. Егер сіздің мақсатыңыз айына шамамен 20 000 теңге жинау болса, алдымен осыны орындаңыз. Келесі кезекте үшінші құпия тапқаныңыздан аз жұмсаңыз. Жоқ, бұл әлемнің барлық игіліктерінен бас тарту туралы емес. Уайымдамаңыз. Бұл жерде тек ақылға қонымды үнемдеу және болашақты жоспарлау туралы айтылып отыр. Өзіңіз ойланыңыз. Айына 200 000 теңге табыс тауып, 220 000 жұмсасаңыз, сізде бюджет қалдығы минус 20 000 теңге болады. Сіз несие картасын пайдалансаңыз, қарызды пайызбен өтеуге тура келеді. Бұл болашақта 20 000 емес, одан да көп мөлшерде минусқа келеді дегенді білдіреді. Сіз табысыңызды жоспарлап, ақшаны соған қарай қалай үнемдеуге болатынын көріңіз. Бұлай жасамаған жағдайда, сіз өмірде үнемі пайда болатын күтпеген шығындарға дайын бола алмайсыз. Шығын айтсақ, табысыңызды арттырсаңыз да, қаржылық жағдайыңыз өзгермей, жай ғана өзіңізге көбірек жұмсауға мүмкіндік бересіз. Шешімі тек шығындарды бақылап, ақшаны үнемдеуді үйрену. Ал оны қалай істейміз? Ол үшін ақшаны, яғни табысты алған күннен бастап, белгілі соманы жинап қою керек. Бұл жеке қаржыны басқарудың негізгі ережесі. Ақшаны бірден үнемдемей отырып, сіз оны отбасылық бюджеттен алып тастайсыз және өзіңізді қажетті қаржылық жүйеге автоматты түрде реттейсіз. Әйтпесе, айдың басында ақша көп болып көрініп және әр нәрсеге қызығып жұмсайтын дүниелер көбейеді. Өзіңіз де байқасаңыз, сіз тек қажетті заттарға ғана жұмсаймын деп, өзіңіздің әмияныңыз қалай бос қалғанын байқамай қаласыз. Және бұл айда ақша жинауға мүмкіндік жоқ екені белгілі болады. Сондықтан белгілі бір күнді белгілеп қою дұрыс шешім болар еді. Әдетте бұл жалақы келетін күн, және осы күні өзіңіздің жинақты үнемі толықтырып отыру керек. Оны шотыңызға салыңыз және оны ұмытыңыз. Ақша үнемдеудің ең жақсы жолы осы.